Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім, менің арнамға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен керемет көңілді сегіз аяқтар жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір кесе сүтіміз. Сүттің кез келген түрі бола береді. Дүкендегі сүт болмаса, құлдың сүті дегендей, біз ауылда жерде тұрғаннан кейін көбінесе өзімізде үйдегі сүтті қолданамыз. Сосын сүтімізге суымыз жалпы жылыдай болу керек, қатты мұздай да, қатты ыстықта болмағанда дұрыс. Мен тез ашып шығу үшін сәл ыстықтау қылдым. Сосын сүтімізді суымыз құйып алғаннан кейін үстіне ақ майымызды құйып аламыз. Осындай иртеш деген қаймақ түрін пайдаландым. Сіздер кез келген қаймақ түрін пайдалансаңыздар болады. Пайызында ешқандай айырмашылығы жоқ, үйде бар. Сол қаймақты қолдана беруге болады. Ал кезекте енді бізге тұзымызды саламыз. Азырақ сода салатын боламыз. Осылайша біздің жалпы суымыз дайын. Осындай ерекше дәмді заттар жасап берейін деп балдарыма бастаған болатынмын. Көрінісі өте күлкілі, жағы тартымды болып шықты, өзімізге ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, жасау жолы оңай. Кез келген бауырсаққа жасайтын тестомен жасауға да бола береді. Оның қатты қалған заңдылығы жоқ. Осы азырақ ұнымыз салып, ұнымыздың үстіне дрожжымызды салып, тағы ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз илеп болдым. Байқағандарыңыздай оны тындыруға жіберетін боламыз. Қамырымыз тынып тұрған кезде осындай кез келген сосиска түрін таңдауға болады. Килограмм сосиска түрі де болады. Сосискаларымыз сыртын ашып, әсел пештің ішіне бір 5 минуттың көлемінде салып алатын боламыз. Сонда сосискамыздың суы бөлініп шығып, қамырымыз суланып кетпейді. Бұл деген жалпы сосискамыз кептіріп аламыз деген сияқты ғой. Печкаға салуды ұмытпаңыздар. Бірден істеп кетпеңіздер. Мен осылай адам басына санап істедім. Қатты көп істеген жоқпын. Менде 7 бас шықты. Печкаға салып қойған кезде менің қамырым дайын болды. Қамырымызды осындай жалпы сосискамыздың бас жағын ғана орауға жететін өлшеп алып істей бересіздер. Қамырларымызды дөңгелек тәрізді жасап алғаннан кейін осылай сосискамыздың тек жартысын ғана ораймыз. Түп жағын тура төртке бөлетін боламыз. Менде бөлінген жерлері видеоға түспей қалыпты, өкінішке орай. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жұмыртқаның сарысын тек қамыр жағымызға жағамыз бір бетіне. Жағып болғаннан кейін осылай мактың көмегімен көз жасайтын боламыз. Сіздер мактарыңыз болмаса, үлкен қара бұрыштан 2 көз жасауға да болады. Жай ғана көңіл көтеру үшін әрі ерекше, әрі тартымды. Балдар қызығып тез жеп қояды. Ал менің көңіл 8 аяқтарым жалпы дайын болды. Көрінісі былайша көргенде өте бір жақ күлкілі, бірақ балдарым қызығып, менікі мынандай деп таласып, тармасып жеп қойды. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осылайша ыдыстарымызға салып алатын боламын. Салып алғаннан кейін 8 аяғым білініп тұру үшін оған осылайша ауыздар жасадым. Жалпы еріндер. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Көңілді 8 аяқтар. Сіздермен болған Гүлбахар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепт түрлерімен тағы да бөлісетін боламын. Қазақша арнаның дамуына барынша үлестеріңіз қосып кетулеріңізді сұраймын. Жалпы арасында осындай укроптармен сәндедік. Жалпы сияқты болсын деген сияқты барынша тартымды етуге әрекет қылдым.